Sözümde айтып жатам. Жүреміз. Lan çocukum. Ne ettim? Yaşayındı. Ağır yapar toydan dönüyorum. Yep. Baytınız bağıyla. Apası айтатын. Жоқ, апасы киіндіріп тастайтын. Барын ала беретін коляскада жатады ғой мамаң. Аппақ сүтті киінгенде. Күшті киінген. Апасы бар ғой өзінің апасы. Күшті дейді. Аяғына деген анандай. О заманда осыдан бәленбай жыл бұрын ғой. 48 жыл бұрын. Аяғында деген вязаный. Оғындай жоқ қой, ішінде жоқ ондай. Сондай қызыл, әлімеде бар ғой, есімін кетпейді. Содан кейін әйбат коляска жатады сөзде. Өміртай аталарым келеді. Ой, мынау байдыңыз бағила неғып жатыр ей. Сонымен бүліксі бағила болып кеткен. Жоқ, мынау байдыңыз не дейді. Иә. Содан кейін сөйтіп жүріп мінекей. Енді сол періштесі алмайын деп Үмітай атасының айтқаны, аталарының айтқаны, апасының, әжесінің, үлкен Нұрғали шәжелерінің сондай бір тілегі, байдың қыз бағила болып жүріп, Құдайға шүкір, міне, бай деген сенің мамаң, танытып не керек, сендер қандай бақытты баласыңдар, тек қана жақсы оқып, әделік, әпкең секілді ағылшынды мықты оқып, сен бокста мықты чемпион болып, әке-шешелерінің еңбегін ақтап, бақытты, үлкен азамат болып, осы үйде үлкен, мынау кішкентай ғана, шағын ғана бір орын болып тұр ғой, орын стол, той жасалды, мынадан да ұзын, Рашогы мықты жігіт болып, мектебін бітіріп, оқуға түсіп, оқуын бітіріп, дипломын алғанда осы ұзын стол жасамыз. Өңгелегім оқуға түсіп, шетелге барған кезде ұзын стол жазамыз. Иә, сол үшін ағылшынды жақсы оқы. Маманың еңбегін ақтаңдар, әйбат үйді сыпырыңдар, жинаңдар мамаларыңды. Бағыңдар, күтіңдер. Ең өмірдегі керек бар байлықтарың, мамаларың, сол үшін мамаларының тілін алып, әйбат балапандар өсіңдер. Екі тәте, сағандар, денсаулық тілеймін, мінекей тауба, мәненің арқасында Мадиком екеуінің ешкімнен кем емессің. Мен мақтанып тұрып айтамын, әлі де Құдай тіл көзден сақтасын тәте. Мен тәтем өстіп отырады, мен тәтем бүйтіп отырады, тауба. Ол кімнің арқасы? Ең бірінші, шынымен де Марленнің арқасы. Әлгі үйдегі ер азамат мықты болмаса, ол ешқашанда, ол сырттан келген бала ешқашан бақытты ете алмайды, бөтен. Сол үшін үйден ер азамат тірек болғаннан кейін, тірек дұрыс бағыт бергеннен кейін, жанындағы жары да әйбат, үйіндегі әке-шешесі. Енді болады ғой, өмір болғаннан кейін. Плюс-минус ол тегі, ешкім тегі кереметтей тегі бірінің бетін бірін чөпілдеп сүйіп отырмайды, ол мүмкін емес. Мен баяғыда шешем айтатын, Мадиком. Мына өкпелеп келеді ғой кейденде, өмір ғой, өмірді өкпелесіп келсе, шырағым, бұл өмір. Мына адамның өмірі табиғатпен бірдей. Жаңбыр жауады, күн күркірейді, көктем болады, жаз болады, қыс болады, күз болады. Адамның өмірі де сондай. Бірде ашты болады, бірде тәтті болады, бірде суық боламыз, бірде суық боламыз. Сол сияқты Құдайға шүкір, тауба, мәненің әйбат мәшінесіменен бізді рахаттандырып жүрген. Өзім басқа бір курортқа барған деген, нейрондегі өзім курортқа барғанда әсімнің клиникасын көріп, қарным тойып, қуанып, ойсындығай, менің де анамның немерелері осындай дәрежеге жетіні тауба. Мына жерге кеткен күштен екенші. Сөз жоқ, тілім таста. Тауба, мен бақыттымын, жаншығым. Көкте тұрған апаң бақытты екен. Мына отырған мамаң бақытты екен. Тауба, сендердің осындай өстіп жүргендерінің өзі, оны көріп орталарында отырған мен мамаларыңнан ар бақыттымын. Шүкір Аллаға. Бәрін сендердің арқаларыңда. Әрқайсысын жет. Міне Мадиком зам директор болып отыр. Аллаға шүкір. Бәрімен мен мақтанамын. Bir титтей грамота алыңдаршы, мен мақтанамын. Титтей бір медаль алыңдаршы, мен мақтанамын. Менің мақтанышымсыңдар сендер. Сендердің әрбір жетістіктеріңе мен төбем көкке жеткенше қуанамын. Оны мен статусыма сақ қоям,
90 бәленбай адам көреді. Мені де қызықтайды. Әкім көреді, участковый көреді, зам әкім көреді, ЖКХ-ның бастығы көреді. Не салады екен мына кемпір деймін екен. Бәрі мені қызықтайды. Не екенін депутатқа дейін қарайды. Бұл мақтанғаным үшін түсінбеймін, салам. Мен скриншот жасап кейде мамаңа жіберемін. Қызық мен не үшін дейді, қызық деп. Қарап шығады. Шыңғыс қарайды ауылдың әкімі. Чорт. Депутат жақсы екен. Депутатымыз алтын әңгіме. Сол секілді балапанымыз. Дендерің сау болсын, бақытты болыңдар. Иә, Құдайға шүкір тауға дастарханым осындай әрқашан жан-жүйрегім жақсылыққа жайылсын. Осы шаңырағыңда тек қана қуаныш болсын. Мен қуанып отырмын. Прям үй деген әйбат болып кеткен. Бір кеп мен ренжіп кеткен. Өзі әйбат біледі. Иә, есіңде ма? Онда балалар кішкентай сызып тастайды. Әне бүйтіп қалғанмен сөйтіп тастайды. Видео отырдым ғой еще. Иә, содан кейін жан-жүйрек мынау не ертең Рашоктың класстасы іңкәрдің не мынау? Бір күні маған бүйтіп жатыр, мына бойда алдым, ананы алдым, мынаны шақтадым, мынаны бүйтіп 3 алдым. Телефонның бәрін көріп алғам. Иә. Иә, негізі жан-жүйрегім рахмет. Рашокқа да рахмет, Рашоктың папасына да рахмет. Үлкен жігіт болсын, мықты жігіт. Мінекей Радик деген мен өзім жақсы көремін. Ол кім қалай көреді өзім білмеймін, өзім құрметтеймін. Мен әрқашан жоғары бағалаймын. Апасына ылғи айтып отырамын, ол мықты азамат деп. Рахмет. Анасын сыйлаған, бауырларын сыйлаған Рашоктың папасы Іңкәрдің мықты жігіт. Сендерге бақыт тілеймін, балапандарың қызығын көр.